Ассалаумағалейкум достар, сөйлеп тұрған Батыр Шейкенов. Осы 5-6 жыл бұрын Ақбөкен туралы мәселені көтергенде көбісі мені мазаққа көтерген. Билік қосылып, одан кейін менің парақшамда отыратын адамдар айтпаған сөз жоқ қой. Біреулері айтпақшы, жақын досым ағам маған айтқан сөзі: ей, Ақбөкен ол мәселе емес, дым болмайды, өзі реттеледі. Басқалары парақшамда отырған жазғандар сөздері: сен осы табиғатта тек қана пайда іздейсің деп, сен өзің қалтаңды ойлайсың деп. Ана ағам да маған сондай дос, сондай сөз айтқан. Бүгін маған звондады, кешірім сұрады, менікі дұрыс болмады деп. Мен сіздерге айтайын, мен осы аңшылық саласымен, балық аулау саласымен нақты айналысамын. Бұл менің, бұл айтқанда менің ісім. Бүкіл әлемнен, Қазақстаннан туристерді күтемін. Соларға бүкіл әрекетін жасап, аңшылығын, балық аулауын, тұратын жерін, тамағын бәрі істеп береді. Сол себепке маған бүкіл әлемнен қонақтар келеді. Қазақстанның азаматтар да келеді. Ана жаңа айтып отырған ағам да келетін кезінде. Жоқ, оны мен ағамды қатты сыйлаймын ғой, досым ағам бір жағынан. Бірақ бүгін өзі қоңырау соғып кешірім сұрады. Кезінде 90% маған жазатын комментаторлар осылай мазаққа көтерді ғой маған. Енді мен бүгін солардың дауысын естімеймін ғой. Қазір 95% комментарий жазатындар мені қолдайды: бәке, сенікі дұрыс болды, сен дұрыс ойладың, сен дұрыс жасап жатсың, осыны бізге, халыққа беру керек, реттеуге, пайдалануға деп. Ақбөкен туралы өкінішке орай мен тағы бір сөз айтайын. Билік бүгінгі дейін түсінбей отыр. Бүгінгі дейін басқа әдіс істеп отыр. Іздеп отыр әдіс реттеуге. Оны басқаша атпай реттей алмайсың. Оған өндіріс жасамай реттей алмайсың. Бірақ сіздерге айтатын, өкінішке орай біз кешігіп қалдық. Енді біз киіктің санын реттей алмаймыз. Табиғатты өзі реттей алмайды. Себебі қазір ауа райы өзгеріп кетті. Қазір қыс деген өте жылы, жаз деген су көп, қатыстық болмайды. Биыл мүмкін болады шығар, бірақ бұдан киік азаймайды. Аурудан өлмейді. Бұрынғы ракета жіберетіндер қазір жоқ, гептил. Кезінде қылған гептил болды ғой, қазір пастереллез дейді, анау-мынау дейді. Мүмкін қырылады шығар, только бір жерде ғана. Бұлай енді біз оны реттей алмаймыз. Осы өмір бақи киік қасымызда болады. Артынан бұнан шығатын нәтиже не болады? Бізде ет болмайды, бізде жеміс болмайды, бізде егін болмайды. Көресіздер, мынау біздің келесі өзгеріс болса, бұның халық көтерілсе, осы киіктің арқасында көтеріледі. Менің ойым осындай. Жақсы, рахмет, аман болыңыздар.